Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге көпшіліктің сұрауы бойынша немесе маған соңғы кезде келіп жатқан сұрақтардың көбісі, жалпы сіз Кореяда кім болып жұмыс жасайсыз, немесе осы уақытқа дейін Кореяда не істедіңіз, қандай тірліктермен айналыстыңыз деген сұрақтардың келуіне байланысты бүгін мен өзімді аздап мақтасам деген ойдамын. Әрине, ой қойшы, мақтанбай-ақ қойшы деп ойлайтын жандар жоқ шығар, жоқ деп ойлаймын. Әрине, мен қазір Кореяға келіп, осында тұрып жатқанына 7 жылдан асып кетіпті. Осы 7 жылдың ішінде мен Кореяда не істедім, кім болып жұмыс жасап жүрмін, осы жайында сіздерге айтатын болсам, яғни бұл бейнежазбаны сіздер жай ғана мотивациялық бейнежазба деп түсінсеңіздер, алғысым шексіз болады. Әрине, ең алғаш мен сіздер білесіздер, Кореяға келе салып, мен осында келін болып түстім, ата-енемізден бөлек тұрдық, өз күнімізді өзіміз сүріп жүрген кезде бір күні таңертең маған бір жерден телефоныма қоңырау келіп, қарасам, бөтен номер алсам, осындай сіз ертеңнен бастап праваға курсқа жазылдыңыз, ертең сағат 8-де машина сіздің алдыңызға барып тұрады, есігіңіздің алдыңызда 8-де дайын болсаңыз болды. Түсінбей қаласың ғой, кім, қандай права, содан жолдасыма сіз жаздыңыз ба, жоқ, мен емес дейді. Сөйтсем артынша әрине енем хабарласып, ешқандай рұқсатсыз, ешқандай да менің келісімімсіз өзім тегуда отырып, инчондағы машина айдау курсына жазып қойыпты, права курсына мені ақшасына дейін төлеп қойыпты. Мен бармаймын деп айтайын десем, неге себебін ол кезде мен корей тілін жақсы білмейтінмін, көп білмейтінмін. Сол үшін шынымды айтсам оқуға қорқатынмын. Содан не керек, курсқа бардым ертеңіне. Барған кезде барлығы екі түрлі екен, біреуі компьютермен тест тапсырасың, екіншісі машинада тапсырасың. Компьютермен тест корейше тапсырдым, әрине қиналдым, бірақ тапсырдым, одан өттім. Екінші жолға шығып кәдімгі машинаны айдап, сол жерден емтихан тапсыруға жеткен. Мен машина айдаудан қатты қорқам, неге себебі мен машина айдаудан травмам бар, яғни кезінде машина мен айдап жүргізіп авария болған кезім болған. Ол кезде мен правам да жоқ еще. Содан кейін қатты қорқып қаламын. Ол қандай десеңіздер, дәл қазір менің осы бейнежазбамды Жанабіл аға немесе Нұрлан аға, сіздер көріп тұрсаңыздар жақсы білесіздер. Нұрлан ағаның машинасы тұғын. Нұрлан аға, қазір кешірім сұраймын сізден. Нұрлан ағаның машинасын давай айдап көресің, мініп көресің, болды. Құлпынайда ол кезде жаспын ғой, қорқақ болмағанмын. Мініп көрем, окей деп міне салып, торымызды басудың орнына Excel'ді басып жіберіп, рөл қара шошты жолдың жанында ана жерде жолдасым тұрған, рөлді солға қарай бұрсам, жолдасымды қағатын ем. Қазір мен жолдасыммен тұрмысқа шығамайтын ем жолдасыма. Яғни рөлді оңға бұржып, талға барып соғып, машинаның быты шығып, Құлпынай сол кезде үлкен бір травма алып, одан кейін не только машина айдау, таксиге мінуге қорқып қалған кезім болған. Ал мына жерге келсем, сен жолға шығып машина айдап тест тапсыруың керек деп қатты қорқтым, бірақ әрине ұялғанымнан, енемнен ұялғанымнан, себебі ақшасын төлеп қойғандықтан, маған сенгендіктен ұялғаннан жақсылап тапсырдым, әрине тапсыра салып, права алып алдым. Келе салып ең бірінші Кореяға келген кезде права алдым. Енеме неге именно права деп айтып келсем, Кореяда кез келген адамда права болу қажет деді. Сонымен окей деп алып алдым. Права алғаннан кейін тегуге бір апта келіп жатып, машина айдауды толыққанды өзімнің атам үйретті. Күніге таңертең шығып, жолға трассаға машина айдап үйреніп, қазір Құдайға шүкір сол уақыттан бері машина айдап жүрміз. Баламды ары да тасимын, бері де тасимын. Ата-енемнің арқасында машинаны жақсы айдай аламын деп айта аламын. Одан кейін Кореяға келгеннен кейін және де права алып болғаннан кейін жолдасым, давай сен тағы да корейше, мен корейшем қорқам, корейшем деп айта бергеннен кейін жолдасым, давай онда сені корей тілі оқуына түсірейік деді. Сонымен Йонсе-Теакке деген бар осы жерде, Сеулда, соның хангуга аттан, яғни языковый курсына барып түстім. Сол жерде корейше оқыдым, ол жерде группаластарым бәрі жақсы болды, қатты ұнады. Неше түрлі шетелден келген группаластарым болды. Өкініштісі Қазақстанның группаласым жоқ еді, бірақ басқа шетелдің группаластары жететін. Сонымен ол жерде оқып бітіргеннен кейін мен тағы не істедім? Құлпынай кофені өте қатты жақсы көретіндіктен кофе ішкім келіп жүр. Мен кофе оқып алайыншы деп жүріп, жолдасым окей деп кофе баристаға түсірді. Сонымен келе салып ең бірінші права алдым. Одан кейін хангуга Йонседе вақтанге барып корей тілін оқыдым. Одан кейін кофе бариста оқып алдым. Содан кейін мен әрине босандым, бала қарадым, үйде отырға жалыққандықтан мен шығып, енді тағы да басқа оқулар оқығым келіп, ең бірінші оқыған оқым ол больницада медицинский координатор оқуын оқып алдым. Бұның ішінде де координатордың ішінде менеджер координатор, консультант координатор дегендер бар, соның бәрін жеке-жеке оқып алдым.
Одан кейін мен бұл координатор оқуын жалпы тереңдете оқығым келді, және шетел мемлекетаралық координатор, яғни Күкте ИР Канган координатор деген бар. Соны оқып алғым келді, дәл соны оқыдым, яғни аудармашы бола алатын. Аурухананың ішінде медицина терминдері бойынша аудармашы болатын. Соны оқып алдым. Оны бітірген, ол кезде группаластарымда қатты ұнайтын, оны бір 6 ай 7 айдан асып оқыдым. Қатты ұнайды сол группаластарым, әлі күнге дейін араластырамыз. Одан кейін оны бітіре салысымен мен тағы нені оқыдым? Импорт-экспорт бизнес. Импорт-экспорт, яғни шетелге шығару, шетелден әкелу, осындай бизнес бойынша тағы бір сабақ оқып алдым осы сала бойынша. Одан кейін тағы не оқыдым өзі? Оқи бересінен шыққан. Компьютер оқыдым, оның ішінде Hangul, Excel, PPT барлығын жеке оқып үлгердім. Одан кейін және де дәл қазір мен Ижун Оно Каңса деген бар, соны оқып жатырмын. Яғни Қазақстанды кореялықтарға таныстыратын мұғалім, сабақ беретін. Яғни садикке, мектепке, универге немесе кез келген бір кішігірім жиын орталықтарға үлкен апа-аталардың барлығына, яғни сағатына, фрилансер ретінде сағатына шығып, менің елім жайында толық таныстыратын осындай бір 10 оқуды оқып алыппын. Бірақ қазір ол оқып жатқан жерім карантинге байланысты уақытша тоқтап тұрғандықтан, осы карантиннің ішінде мен әрине онлайн арқылы Еуразия академия деген бар, яғни бизнес, шетелге инвестиция құю саласы бойынша, оны да оқып сертификат алып алдым әрине. Оны да бітіріп алдым. Бұйыртса карантин басылса жаңа мұғалімдік оқуымды жалғастырып аламын, корей тілі, Қазақстан таныстыратын. Осылардың барлығын оқып жүрмін. Оқыдым болып отырмын ба? Одан кейін, бір адамдар біле жатар, бір адамдар білмейді. Мен тағы да Бақыт кілті деген ютубта тағы да басқа каналым бар. Ол жерде менің түрім шықпайды. Жай ғана видео арқылы түрлі өмірге қажет лайфхактарды айтамын. Кореяға мүлде қатысы жоқ. Бір қызығы, сол Бақыт кілті каналымнан көріп, астына комментарийға немесе маған инстаграмға жеке келіп жазып, сіз Құлтынай Бақыт кілтін жүргізетін сіз емес пе, сіздің дауысыңыз қатты ұқсайды, Бақыт кілті деген каналыңыз бар ма сіздің деп сұрап жатады. Сол кісілерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Менің түрімді көрмесе де даусымнан танып қойып жатқанына өте қатты ризамын. Және YouTube каналын алғаш ашатын кезімде мен монтажды арнайы бір жерден барып үйренген жоқпын. YouTubeға кіріп монтаж жасауды үйреніп, кітаптар сатып алып үйреніп, сондай жағдай болып жүретін. Және одан бөлек, сіздер білесіздер, мен отбасылы адам болғандықтан балама қараймын, жолдасымның тамағын жасаймын, кірін жуамын деген сияқты жолдасым бар, балам бар, одан ата-енеме де хабарласып тұру керек, келіп тұру керек деген сияқты. Жеке өміріммен менің жай ғана өзімнің жеке өмірім және отбасымның өмірін барлығын бірге алып жүру әрине әйел адам үшін қиын болғанымен барлығына үлгергім келеді. Мен тек қана үйде отырып әйел болып қалғым келмейді, яғни менде біреуге пайдалы адам болғым келеді. Неге мен әртүрлі саланы оқимын деп ойлайсыздар? Себебі мен фрилансер аудармашы болып жұмыс жасайтын болғандықтан, маған қай саладан аудармашылық түсетінін білмеймін. Мүмкін медицина саласынан келіп қалуы мүмкін, мүмкін экспорт-импорт саласынан келіп қалуы мүмкін, машина саласынан келуі мүмкін, мүмкін миграционный саласынан келуі мүмкін. Сол үшін дәл осы салалардың барлығын терминін білмесем, мен онда оны дұрыс аудара алмауым мүмкін, өзіме сенімсіз болуым мүмкін. Сол үшін мен ізденуден жалықпаймын. Және сіздерге де мені көріп отырған жандар, менің инстаграмда болсын, YouTube каналымда болсын, көп байқайтын телеграм каналымда болсын, 13 жастан, 12 жастан бастап 60-қа дейінгі қыздар мен жігіттер, апайлар мен ағайлар мені қарайды екен. Көбілеріңіз мені жақсы көріп жатасыздар, жақсы комментарийлер жазып жатасыздар, мені қолдап жатасыздар. Сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Және де ешқашанда оқудың ерте кеш жоқ екенін айтқым келеді. Білім алу, білімді болу еш уақытта уақытқа қарамайды, уақытты талап етпейді деп ойлаймын. Барлықтарыңызды жақсы көремін, оқыңыздар. Маған жазылған барша жандар, маған тіркелген жандар, сіздерге де айтарым, онлайн болсын, офлайн болсын, қандай жағдайда болсын, сәл қолыңыз тисе болды. Инстаграмда да қазір неше түрлі онлайн сабақтар көп, барлығын оқып алыңыздар. 100% білімді болмасаңыз да, ішіндегі 1%-ін сізге қажетін алсаңыз да, өмірде қажеті болатынына сенімдімін. Яғни бүгінгі менің бейнемізім біреуіңізге мақтаншақтық болып көрінуі мүмкін, енді біреуіңізге мотивация болып сезінуі мүмкін. Әсіресе жастарға мен мотивация болғым келеді. Неге? Себебі мен неге осыншалықты көп нәрсені оқуға, білім алуға тырысам? Себебі бізді көріп, мен жолдасымды дәл сондай әр салада өте көп оқиды. Неге? Себебі бізді көріп отырған біздің баламыз
білім алу, оқу, кітап ашып оқу, үйде осындай нәрсені қарау нормальный, иә, адамдар осылай жасайды екен ғой деген нәрсемен өссе екен дейміз. Себебі о жоқ, мынаны оқу керек деп тәрбиелеу емес, бізді көріп жай ғана өзі автоматты түрде солай үйренсе екен деген мақсат. Және де мені көріп отырған жандарым, сіздерге де айтарым, жай ғана қандай салада болмасын, қандай бағытта болмасын, ізденуден жалықпасаңыздар екен деп айтам. Дәл осы білімнің ерте кеші жоқ, ізденуден жалықпа деген сөздерді мен атамнан және папамнан, мамамнан өте көп естіп өскен сөздер болғандықтан, білім алудан еш уақытта жалықпаймын. Әлі де бұйыртса бұдан былай да неше түрлі салада білімдер аламын деген ойдамын. Алған біліміммен және алған ойыммен сіздермен де міндетті түрде бөлісіп отырамын. Барлығымыз білімді болайық, ақылды болайық, мына заманға сай өмір сүрейік. Сіздерді қатты жақсы көремін. Мені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.